Айнала пикник болып жатыр адамдар. Бұлақтың жағасында отырып, тамақ жеп, бөпелерімен ойнап. Эй! Эй! Деп айқайлап қоясың. Қазір жолда өз тоқтап сүріп тұрамыз. Ал Ақылбек, бірдеңе дей жібер, мынау қай жерде келатырық біз? Біз қазір Төле би ауданында Зертас деген ауылдан өтіп бара жатырмық. Келесі ауыл Көксайек деген ауыл. Арқадан кейін уже Көксайек басталады. Сразу. Ауыл кете береді ғой. Каждый неге сайын бөлініп арқадан бөлініп кете береді. Бұдан ары қарай уже Қасқасу ауылына барамыз қазір. Қасқасудың ар жағында уже екі зона отдых бар, коттедждер бар, таулың жері бар. Осы трассаның бойында бір 4 ауыл бар ғой. 4 ауылдан кейін барып тауға шығамыз. Тау природаға кіріп кетеміз да, ары қарай. В общем, біз Шымкент қаласынан шығып кеттік. Мына жердің барлығы ауылдық жерлер. Қазір бұйыртса мына таудың етегіне барып, бұлаққа аяғымызды батырып отырғымыз келіп отыр. Көкжиекке барып. Мына алдарыңызда көріп отырсаңыздар, осы міне трассаның бойындағы кішкентай ауылдар. Бөлек-бөлек ауыл емес, бәрі бірінен соң бірі жалғасып кете береді. Ұзынған ауылдар. Бірі-бірімен жалғасып кете береді. Біздің профессиональный гид Ақылбек деген жігіт. Негізі ар жағы Қызылорданікі, бірақ Шымкентте туып өскен. Коренной ма вообще? Өзі әлім жігіт екен, оказывается. Сөйтіп Шымкенттің ортасынан кіші жүздің жігітін тауып алдық. Аяқ астынан. Өзі маған батыстың адамдар жақын көрінеді негізі. Тілдері уже. Әке-шешемнің үйдегілердің бәрі Ақұдай деп сөйлейді де. Мен әке-шешем сияқты боламын ғой. Қазір көбісі Шымкентті тілмен сөйлемейді де, Ақұдай дейді да. Сияқтың тілмен сөйлегеннен мен де сол үйдегілер қалай сөйлесе, солай үйреніп кеткенмін да. Ыстық болып тұра ма саған? Ыстық болып тұра ма? Білмеймін, мен өзім негізі ол сияқты туылғанмен, сояқ туысқандарым болғаннан кейін сияқты жақын да маған, батыс жақ. Қызылорда, Арал, Ақтөбе жақын. Генмен беріліп тұр ғой, қанмен бәрі бар. Мына арқадан солға кетеміз қазір. Ары қарай басқа ауылға кетеміз. Біз солға кетеміз, уже Қасқасуға кетеміз. Стрелка тұр өзі, Қасқасуды жазып тұр. Қасқасу деген жерге бара жатырмыз қазір. Ауылдар көп. Арқадан бөлінеді, осы жаққа солға қарай кетеміз. Ары қарай уже ауыл кетеді бар. Көксайек деген ауыл кетеді, дәл жағасы. Мына жақ уже салқын жел соғып тұр. Иә. Мана жерлер ыстық еді, мына жер салқындап жатыр. Барған сайын салқын еді. Бір где-то 7-8 температура ойнайды ғой. 7-8 градус ойнайды қаламен. Қалада 35 градус болса, бұяқта где-то 28-25 болады. Жаздың күні рахат тұр, 40 градуста бұяқта 30 градус болады. Мына сол таудың сулары ғой кеп жатыр. Салқын болады да бұл сулар. Аяғын батырсаңыз. Ана жерде тау көрініп тұр ғой, үстінде қар жатыр. Сол қар жатыр, сәңі барады. Аяғын батырсаң, аяғын шыратпайды да, шығар жүресің 3-4 секунд істей алмайсың. Онда мына класстар жайлап салқында толып болады екен ғой, жайлап. Болады, қарбыз қойып, холодильник керілік қой. Все. Бетімізді батырып, әжімдерімізді кетіріп дейсің ғой жаңа. Нелер болады, жүзімдер ғой, оның бәрін өзі. Жүзім? Плантация да? Мә, анан қарап бейко. Жүзім өсіп жатыр қатарынан. Осы ауылдың мал базары. Базар жоқ қой? Базар. Үшінде мазыр еді ауылда. Ашықты ала ғой, кең ала. Мына таулар көріппіз ғой, ақтары. Соларға барамыз, башты сияққа қарай. Все. Шықты айран тегін. Шесін, чисто жұмыс істейсін болып. Қазақстан деген жерде не ғой? Қазақстан елді мекені дейді. Жерді қараңдар шеш, жап-жасыл. Қазір апрель, майдың уақыты самый раз ғой негізі. Ертең бір уже июльдің басында уже сарғая бастайды. Сарғайып кетеді да. Бірақ ана жақ сарғаймайды. Мына қаланың іші, кіре іші сарғайып кетеді да. Күн жеп қояды ғой уже. 45 градус, 50 градус болған кезде қым қалмайды.
жер уж кәдімгідей салқындау. Погода сәл өзгерді, да? Өзгеріп жатырмыш. Сосын мен жақсы көретінім, мысалы, бір қаладан бір қалаға или ауылға кетіп бара жатқан жолда андай кішкентай кафе сияқты болады ғой, андай. Иә. Кішкентай азғантай ана жұмыртқа қуырып береді, андай бір сондай не отырған күшті да, андай. Өзінің бір несі бар, атмосферасы бар. Виноград толтырып егіп тастаған. Бұның бәрі тек сатуға ма екен, вино да жасай ма екен, а? Сатуға да. Қыр, ол таудың шынында жатқан қар кір болып кеткен ғой осы. Оған да шыққанбыз, кір болып кеткен. Салқамын бір қояқ. Кәдімгі қап-қара болады ғой. Угол сияқты болып тұрады. Тұра беріп қар кір болады ғой. Тура сондай болып кеткен ғой. Ермейді ғой. Күшті нағаш виноградник. Италияда жүрмін деп ойлай беріңдер дейсің ғой. Тас арық деген ауыл екен. Елді мекен. Осындай мінекей мешіттері бар. Ауылдардың мешіттерін әдемі қылып салған екен да, байқадың ба? Каждый ауылда мешіт салған. Да, күшті қылып салынған бәрі әдемі. Мешіт, мектеп, садик жақсы істеп жатыр ғой ауылға. Теректерде. Мыналар сайда тұр үйлер. Бұлақты көрдің бе, Беко қара? Астында. Айнала пикник болып жатыр адамдар. Бұлақтың жағасында отырып, тамақ жеп, бөпелерімен ойнап. Эй! Эй! Деп айқайлап қоясың. Қазір жолда өз тоқтап сүріп тұрамыз. Осы жақта қоңын келіп тұр ма?
видеода ұнап тұрған сияқты. Эй, де. қолға үйреніп Бұлардың ценалары қандай екен вообще? сұрау керек па? айтып жатқанда бір сөз саныңыз болады. Ага, 5 Мыняқта уже грабельный жол жоқ та уже. Біздің көрермендерге де қызық болады ғой. Мұнда келіп демалғысы келсе, Асфальт бітті енді. асфальт бітті, Зона комфорта бітті дейсің. қара жол, алда жылқылар құлындармен. Мына жердің ауасын сезсеңдер ғой қандай екен. Кәдімгі гүлдің иісі шығып тұр ғой, гүлдің иісі. Еще жаңбыр жауып өткен біздің алдымызда шамалы. Мына жер тамшылағанда терезде тұр шамалы. В общем бар ғой, мына жер деген кәдімгі табиғаттың көкесі. Жығылатын жайлардың жері ғой. Салқын, шөп жер. Әне игогоны көрдің бе? Әне игогоны көрдің бе? Мынау міне нағыз бұлақ таудың басынан ағып жатқан. Су сап-салқын. Ақылбек тек рахаттанып аяғын жуып жүр. Қазір батырамыз. Ана жерде жылқылар жайылып жүр күшті болып. Иә, ортасына. Ура, ура, ура! Осы міне Қасқасу деген жер. Енді Шымкентке келе беретін сияқтымыз ғой демалуға.